Қайырлы күн, достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін ас үйде кезекті өзімнің сүйікті тағамдарымды дайындауға кірісіп жатырмын. Бүгінгі менің дайындайын деп жатқан тағамым бұл голубцы. Егер менің видеом ұнап жатса, менің арнама тіркелуді, лайк басуды, пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Енді ол үшін шағын ғана капуста алдым. Оның басын кесіп, ортасын ойып, осылай дайындап алдым. Енді қайнаған суға біразғантай тұз салып, капустамның ойған жерін, кескен жерін осылай төңкеріп, 15 минутқа суға қайнатып аламын. Оған дейін ішіне салатын салмасын әзірлейміз. Оған мен бір кеседей күріш алдым. Ол күрішті 4-5 рет әбден тазарғанша, крахмалы кеткенше жақсылап тұрып жуып аламыз. Енді ішіне қосатын салмаларын әзірлейміз. Ол үшін мен бір үлкен пияз алдым. Оны уақтап турадым. Оны мясорубкадан да өткізуге болады, блендермен де өткізуге болады. Бірақ уақтап тураған ең тиімді әдісі. Осылайша уақтап турап аламыз. Міне менің күрішім дайын. Оған мен фаршымды, жаңа уақтап тураған пиязымды, өздеріңізде қандай дәмдеушілер бар, сол дәмдеушілерді қоссаңыздар болады. Мен өзімдегі бар осындай дәмдеушілерді қосып жатырмын. Онша өте көп те емес, өте аз емес, шағын ғана етіп алып қостым. Енді барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Міне 15 минут уақыт әдегенде өтіп те кетті. Міне капусталардың жапырақтары өзінен өзі түсіп жатыр осылай. Оп-оңай алынады. Әдемілеп, жыртып алмай, осылай бәрін бөлек-бөлек жапырақ етіп аламыз. Міне менің жапырақтарым дайын. Енді жақсылап орауға кедергі болмау үшін қалыңдау жерін пышақпен жұқалап алып тастаймыз. Міне дайындап алған жапырақтарымды енді голубцы қылып ораймын. Ішіне 1-2 қасық, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша 1 қасық, 2 қасық салуларыңызға болады. Ішінде салмасы көп болса, әрине дәмді болады. Міне осылай видеодағыдай жақсылап тұрып әдемілеп орап аламыз. Капустаның жапырақтарының жұмсақтығы сондай, қалай орасаң да икемге келе береді.
Міне менің голубцаларым дайын, енді подливасын дайындап жатырмын. Ол үшін жаңағы пияз, сәбіз, помидор, мұздатқыштағы қысқа дайындаған алып, бәрін қуырып жатырмын. Томатный паста қоссаңыздар да болады, паприка қосуға болады. Өздеріңізде қандай тағам түрлері бар, соның бәрін пайдалана берулеріңізге болады. Мен енді болгар бұрышын қосып жатырмын. Бұл да қысқа дайындалған бұрыш, арнайы кесіп әзірленген. Міне енді мен подливаға біразғандай су құйып қайнатып алдым. Жапырақтардан қалған капустаны да ірі-ірі қылып турап пісіріп алайын деп жатырмын. Енді осылай голубцаларды рет-ретімен ыңғайлап осылай қоямыз, бәрін қойып шығамыз. Енді үстіне су құямыз, капуста басып тұратындай қылып. Бұл мен жаңағы капустаны қайнатып алған суымды төккен жоқпын, өзіне қайттан пайдаланып жатырмын. Менен қақпағын жауып, ең бірінші қатты отта, одан кейін жай отта 45 минуттан 1 сағатқа дейін пісіріп алам. Міне менің голубцам дайын. Жүп-жұмсақ, иісі бір құрап шықты. Осы астындағы подливаларыменен әдемілеуге болады, бетіне жайып салып. Оның үстіне мен аскөк себзелеп жатырмын. Және петрушка менде әрбір жерінен қойып әдемілеп әрлеп жатырмын. Жалпы мен әрбір тағамның әдемі болып тұрғанын жақсы көремін. Сондықтан да көк шөп, помидор, сәбіздерді көбірек пайдаланғанын жақсы көремін. Міне менің голубцам дайын. Енді қазір ішін ашып көрейік, қалай болып пісті екен. Міне осындай болып піскен екен. Көріп тыңдағандарыңызға көп рахмет.